Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді трайфл жасаймыз. Әуелі ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып аламыз. Сосын қант саламыз 100 грамм. Араластырамыз. 2 есе аппақ көкше болғанша араластырамыз осылай. Міне осылай көпшітіп алдық та. Енді 75 грамм ұнға какао 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Какао 35 грамм. Салып, біркелкі теста болғанша араластырамыз. Осылай бүгін салып араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Міне біркелкі болып келе жатыр тестамыз. Осы тестамызды 118 граммдық формаға салып 170 градуста пісіріп аламыз. 35-40 минуттай піседі сол шамада. Енді піскен тестамызды осылай бөліп аламыз. Осылай ұсақтап бөліп аласыздар. Енді гразильге Қазақстан шоколатын 200 грамм мен сармай шедеврдің майын қостым 40 грамм. Микроволновкада ерітіп аласыздар. Творожный сыр, сливки, кремін жасаймыз қыздар. Сахарный пудра 70 грамм. 200 граммдық творожный сырды саламыз. 70 грамм сахарный пудра, ұнтағын саламыз. 300 грамм сливки қосамыз. 33%-тік араластырамыз. Крем болғанша кімейміз, сосын сливкиміз. Осылай ыдысқа салып біркелкі салғанымыз да. Енді крем жағамыз. Өте дәмді шаймен әдемі трайфл шықты. Міне осылай біркелкі достар крем жағып. Енді глазирді бетіне ганешті бетіне осылай біркелкі жағып аламыз. Бетіне әсемдеу үшін осындай әсемдікті қолдандым мен. Қалауларыңызша әсемдесеңіз де болады. Осындай трайфл шықты. Арасы осындай болды. Өте дәмді, ауызда еритін трайфл. Қыздар жасап көріңіздер. Егер менің YouTube каналымда трайфл ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер менің YouTube каналымды.